Бір мекемеде табан аудармай 38 жыл еңбек ету қазір жиі кездесе бермейтін құбылыс. Қит етсе, қызметін ауыстырғысы келетін қоғамға Сарыбұлақ ауылындағы 78 жастағы қарияның да айтары бар. 40 жылға жуық қойма меңгерушісі болған қордайлық азаматпен тілші тілдесіп қайтты. Кейіпкеріміз еңбек жолын ауыл мектебінің қоймасында бастап, онда 10 жыл қызмет атқарған. Кейін совхоздың асханасына меңгеруші болып ауысып, бірнеше жыл жұмыс істейді. Одан соң ауылдағы астық қоймасына қабылданып, осы саладан ұзақ жылдар бойы табан аудармапты. Бүгінде бұл қоймада арпа, бидай және жүгері сақталады. Қарияның айтуынша, адал еңбек пен жауапкершілік оны осы қызметке өмір бойы берік байлаған. Өзіме ұнайды өз жұмысым. Бастық бағалағаннан кейін осы жерде істей бердім. Жұмысым барлық жақсы. Өзім материально ответственная, за склад болып істеп отырмыз жерде. Отчетность, недостача менде жоқ. Сохранность, только сохранность продукции. Апамыз еңбекқорлығымен ғана емес, ауыл арасындағы абырой беделімен де көпке үлгі. Жас үлкен қария ауыл жастарына ақыл кеңесін айтып, өмірлік тәжірибесін бөлісіп отырады. Ал тұрғындар оны парасаты, әділ әрі көпті көрген деп құрметтейді екен. Оның адамгершілік қасиеттері мен ел арасындағы сый құрметі жайында ауыл әкімдігінің өкілі де жылы лебізін білдірді. Бұрынғы жаңағы 80-70 жылдан бері осы жақта тұрып келеткен кісі, болғаннан кейін қазір ана ауылда үлкен кісілердің алдында жаңа ақылшы, бір жерде қандай не болса, жастарға ақыл көп айтады. Бұлай жүріңдер, бұлай істеңдер бала-шағаларға. Одан кейін енді адамның өзі жақсы адам, мысалы әділетті адам, жауапкершілігі жақсы адамдай болған соң, менің өзімнің ойым осы 70-тен асқанша қызметте жүрген адам жұмыста. Саналы ғұмырын адал еңбекке арнаған қарияның өмір жолы кейінгі ұрпаққа өнеге. Жылдар бойы нақты бір қызметтегі жауапкершілігін жоғалтпай, сенім мен абыройды қатар алып жүрген жанның еңбегі ауыл тұрғындарының құрметіне ие. Кейіпкеріміздің өмірлік ұстанымы қай істі де адал атқарсаң еңбегің еленіп, елдің ықыласына бөленесің дегенге дәлел. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.